Şeyman bolsa Allah Taala hepimizin gönlümüzü Allah Taala Rabbina atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban nar. Assalomu alaykum bir tutas qizlar elim. Mana ne jayla aytib kelip otur. Emchilik jayla aytib otur birovlar. Nede Qur'onda adam balası kişide öbeta bir hadis okudum. Ağırganda esке түсіретін сынақ береді Алла Тағала. Егер Алла Тағала оны бермейтін болса, біз мүлдем алмаймыз. Мысалы, намаз оқып жүріп, темекі шегетін бір адам кездестірдім Ақтөбе қаласынан. Сонда балалар айтқан, сен темекіні тарт, немесе намаз оқы деп. Сол кезде ол намазды таңдады, темекіні таңдады, ал мен намазды таңдадым. Темекі тартып жүрдім, бірақ оқып жүрдім. Бірақ сонда күннің кейінде Ерлан деген бауырым Атыраудан арматурщик сол айтты маған. Бауырым, сен бір күні Алла Тағала өзі қойдырады темекіні деді. Міне, қазір 5 уақыт намаздамын. Жүгініп отыруды көрсеткім келіп отыр. Біріншіден, екіншіден маған емшілік қасиет деп жатыр ғой. Адам баласы үшінші тикток қой. Тиктокта жүріп, қаншама намаз қылған адамдарымыз жүр. Өзімде оқимын 5 уақытта. Сонда өзімде отырамын мен де, былай қарағанда. Оның бәрі Алла Тағала да көріп отыр. Жағында да адам да көріп отыр ғой, мысалы. Халықтар айтып жатады. Бірақ менде көрінбес. 4-5 адам бар да. Соларды мен кеше тағы бұғаттап едім, қайтып шықтым. Одан кейін Инстаграмға, Фейсбукке, Ютуб каналыма бәріне салдым. Бірақ ана жерде менің кінәм жоқ. Мен Алла бар. Алланың атымен ант беремін. Мен ешкімді боқтаған жоқпын. Мына әке-шешемді боқтап, мен көрде жатқан адамды. Сол аты белгісіз сондай адам сөйтіп еді. Сосын ойлап қоямын, мен таспиғымды тасайын. Баяғыдағы кітаптарын көрсетейін деп сіздерге 6000 теңге тұрады ағайындар. Кезінде алдым да, керемет кітап Фиқ әл-ғибадат деген. Мысалы, қазір ақшаның бәрі мына тиктоктан ақша тауып жатсаңыздар, сразу кітап алып тастаңыз. Есіңізде қалады ол. Екіншісі почти 10 мың болды, қазір 12 мың шығар. Бұның да бір 10 мың қалған бар, 10 мыңға шамалы жетпейді. Керемет кітап ағайындар, сіз намаз оқи алмайсыз ба, немесе анда-санда ішімдік шықпайсыз ба. Бірақ бәрібір сәждеге тегізсеңіз, ағада бір көрсеткем, тұрасызда басыңыз тегесіз ғой, болды. Телеват деген сәжде бар ағайындар, ол телеват сіздердің көмегі өте көп. Мына тағы айтып кететін, мені қарайтын адамдар бар. Аткен шеш дейді, ана дейді, мына дейді, мынаны айтып келіп тұр, Коля айтып жатыр деп. Біз көп адам мұндай айтқан жоқ деңіз. Осылай отырасыз, жүгініп, сосын лайк басқанда, лайк басасыз ғой, 1 рет 2 рет басасыз. Мен телефон манда қалып тұр, 1-2 рет деп басасыздар да, сосын эфир таратасыз, лайкты басасыз, эфир таратасыз. Сонда бұл деген, сіз амандаспай қой, ерініңізші, сіз амандаса алмайтындар бар даже. Жазып білмейтіндер. Мен кеше жақында бір жігіттермен таныстым, қыздармен, олар деген бүйтіп сөйлеседі бүйтіп, мысалы. Алла Тағала оларға беріп отыр тиктокты, оның ішінде намаз оқитындар да бар екен. Ал бірақ мен неге намаз оқып отып, мен неге ойнамайым, мен неге ақша таппайым деген ой ғой ағайындар. Өтірік емес, мен табам ақша, кетеді, мен табам ғой, мысалы ағайындар салып қояды ғой, маған ақша салады ғой. Сол ақшаны мен бір күндердің күнінде мен сол отбасына берем, оны білет. Мен 3-4 отбасы бар үйде, үй ала алмай жүрген. Кеше білесіздер, Рүстем Баязиев кеше айтып жатыр ғой, Нұрлан Жолдасов екеуі, мүмкіндігі шектеулі жандар деп. Бірақ мен мүмкіндігі шектеулі жандарды емес, бірінші осыларды қозғайын деп едім да. Шауып жүр, аяқтары пенсия алады, бірақ үйлері нашар да өте. Мүмкіндігі шектеулі жандарға шамалы көмек бар ғой, өтірік емес, ол көмек бар ғой. Неге десең, мен өзімнің туған жиенім бар, көмектесіңіздер, мысалы, үйде тар, мысалы, оған еще бірінші группамен бермейді, екінші группамен ақша алып отыр, ойлап қараңыздар. Әкесі жұмыс істемейді, сол жұмысынан шығып кетті. Көрдіңіз ба? Бәрін ойлаймыз, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой, мысалы. Ана тілді қайда қатал. Ана тілді де ешкім құрметтеп жатқан жоқ. Иә дейді. Бірақ 7-ші бап 2-ші тармақ алынған жоқ. Көрдіңдер ма? Димаш дейді, Димаш емес. Димаш ауылдық жерлерді емдеген барған жоқ, ауылдық жерлерге. Азғы деген жер бар бізде, полигон, семей бар. Соларға барған жоқ, мен білем. Көрдіңіз ба, шетел аралап жүр. Сол сияқты ғой, мен
өнер болсын керемет адам ғой, бірақ мен шалғайдағы азаматтарға неге бармайды деген ойда хабарласып жатырмын. Міне осылай достар, Құран, намаз, жүгініп отыру. Және тиктокта айтып қойды ғой, тиктокты тастамауға болмайды. Тиктоктан көмектесемін десеңіздер маған, Оля Алексеевич 4 ағайындар. Мен енді анамды қарап отырмын, соның ішіне мына чуть-чуть бұрынғы жұмыстастар келіп жатыр. Және біз бойдақпыз, кейде бір қыздар кездесетін болар деп сондай ойда күйде отырамыз. Барымызша енді Құран оқып, уағыз айтпасам да, бір-екі Құранды оқуға тырысамын. Неге десең, Құран оқу керек екен. Білмесеңіз де, егер сіз бағана айтып кеткенімдей ішімдік ішіп жүріп оқығыңыз келсе, дым проблем жоқ ағайындар. Оны үлкен ұстаздар айтқан, мен емес. Бәрі мына уағыздар айтып жатыр қой, біз емес, біз айта алмаймыз уағызды ағайындар. Біз садақа қадиге көмек салам, садақа берем, қадиге көмек салам. Ал 40 күндік, 100 күндік деген сияқты қателер болса көмек салам. Ақшам жоқ еді десе атқарып бере алам. Былай қолға су құйып деген сияқты атқа. Сосын қадия мен тойды айырып білу керек ағайындар. Біз мысалы асқазанға байланысты қара шай ішемін мен. Кешеде айтып жатады біреулер. Асқазанда байлап, мен білем, мен өзім асқазаным ауырады ғой, мен орап алдым специально. Бірақ мына ағайындар қателесіп жатыр. Өлім мен тойды шатастырып алғанда, өлім бөлек, той бөлек қой ағайындар. Соны қателеспеңіздер. Бір түрлі салат, нан, шелпек, өлген үйден тамақ ішілмейді ағайындар. Бара нені де қысқарту керек. Нені де қонағасы деген жоқ шариғатта. Ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мені тіркеп кетіңіздер маған. Сау болыңыздар.